4 түрлі өнімнен тұратын жаңа жылға салат өте әдемі, сіздің мерекелік дастарханыңыздың сәнін ашатын, оңай дайындалатын және қарапайым өнімдерден тұратын салат дайындаймыз. Каналға қош келдіңіз. Мен Инка Максовна. Керек өнімдердің барлығын видеоның астына толық жазып кетем. Видеоны міндетті түрден соңына дейін көріңіз. Суға піскен ет, картоп, жұмыртқа, сыр, майонез, қызыл пияз, қалған өнімдер салатта әсемдеу үшін керек. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сол кезде сіз жаңа рецепттерді жіберіп алмайсыз. Ең алдымен біз қызыл пиязды жартылай сақина қылып жұқалап тураймыз да, оны бір ыдысқа салып, үстінен 1 шай қасық салатқа арналған уксус немесе 6% уксусты құйып, үстінен суық су құйып, кемінде 20 минутқа маринадтап қоямыз. Одан ары суға піскен жұмсақ етімізді ұсақтап, дәл видеодағыдай турап шығамыз. Келесі суған піскен картопты үлкен үгіштен дәл осылай өткіземіз. Маған 2 картоп жеткілікті болды. Суға піскен жұмыртқамызды да дәл осы үгіштен өткізіп аламыз. Енді бізге қатты ірімшік керек болады. Егер ол жұмсақ болса, тоңазытқышта 20 минутқа ұстасаңыз болады. Оны да ұсақ үгіштен өткізіп аламыз. Әсемдігі үшін аскөкті ұсақтап тураймыз. Біздің барлық өнімдер дайын, олардың бәрін турап дайындап алдық. Келесі енді біздің салатты жинаймыз. Етімізді осылай тәрелкемізге саламыз. Егер де сізде үлкен сақина болса, соны қолдансаңыз болады. Менде сақина болмағандықтан осылай салып, қасықпен шет-шетін дөңгелектеп, бетін тегістеп шықтым. Үстіне арнайы кондитерский мешокқа салынған майонезді осылай құйып шығамын, өте ыңғайлы. Маринадталған пияздың суыны төгіп тастаймыз да, пиязды біздің етіміздің үстінен қойып шығамыз. Және де оның үстіне де майонезді жақсылап жағамыз. Келесі үгіштен өткен картопты да осылай бетінге келесі қабат қылып салып шығамыз. Және оны қасықпен жан-жағын әдемілеп тегістеп, бетін тегістейміз. Бетіне жаңағы тағы да майонезді де 1 қабат қалыңдау қылып жағып шығамыз да қасықпен тегістейміз. Келесі қабат суға піскен жұмыртқамыз, оны да жақсылап бетіне салып шығамыз да майонез жағып, тағы да бетін тегістеп шығамыз. Келесі қабат салаттың дәмін өте ерекше қылып тұратын бұл ірімшік, оны да бетіне қалыңдау қылып осылай сеуіп шығамыз. Енді тәрелкенің шетін салфеткамен жақсылап тұрып сүртіп аламыз да әсемдеуге кірісеміз. Жаңағы туралған аскөгімізді шет-шетіне осылай сеуіп шығамыз да өзіңіздің қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Мен жаңа жылдық дастарханға дайындағаннан кейін бетіне осындай арнайы сәбізден және осындай жүгеріден сағаттың тілдерін жасап және сағаттың уақытын жасап қойдым. Өте әсем және жаңа жылдық дастарханға арналған салат екені білден көрініп тұрады. Өте дәмді және биік болып шығады. Каналға тіркеліп, еңбегімді бағалап, пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Сіздерге бірге болған Инка Максовна. Сау болыңыздар.